Назар аударыңыз. Керемет хабар. Осы хабарламаның астына бір емес ондаған лайк бассаңыз, оған тұрарлық. Зейнеткерлердің базалық зейнетақысы қашан өседі? Министр жауабы. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова әлеуметтік кодекс жобасында көзделген зейнетақы жүйесіндегі өзгерістер туралы айтты деп хабарлайды Азаттық рухы. Депутаттарға әлеуметтік кодекстің жобасын таныстырған ведомство басшысы алдағы 5 жылда қолданыстағы зейнеткерлердің базалық зейнетақысы өсетінін мәлімдеді. Еңбек зейнетақысының мөлшерін есептеу үшін пайдаланылатын ең жоғарғы табыс мөлшері 46 АЕК-тен 55 АЕК-ке дейін немесе орташа жалақының 70%-на дейін ұлғайтылады. Ал болашақ зейнеткерлер үшін 1 қаңтарынан бастап жұмыс берушілер тарапынан қосымша зейнетақы жарналары енгізілетін болады, деп атап өтті Тамара Дүйсенова. Зейнетақылардың өсуін қалаған әрбір көрерменіміз видео астына бір ғана лайк түймесін басыңыз. Кәне көрейік, қанша адам зейнетақы өсуін қалайды екен.